Сәлем, үшінші нұсқа математика тест талдайтын боламыз. Бұл видеода есептердің тиімді әдістерін жақсылап меңгеріп алатын болсаңдар, басқа да осыған ұқсас есептерді шығару өте оңай болады. Ал ендеше кеттік. Бірінші есепте теңдеуді шешіңіз дейді. Бізде не берілген, яғни теңдеу пропорция түрінде берілген. Пропорцияның негізгі қасиетін қолдансақ, бізде оңай болады. Мына шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деген пропорция негізгі қасиетін пайдаланамыз. Яғни 15-ті көбейтеміз 3y азайту 1-ге және 5-ті көбейтеміз 33-ге. Яғни осы пропорция негізі қасиеті. Ал енді мына жақтан 15 пен 5-ті қысқартуға болады. Мына жақта 3 қалады. Мына 3 пен мына 33-ті қысқартуға болады. Мына жақтан 11 қалады. Сонда 3y азайту 1 тең 11. Осыдан 3y тең 1-ді плюс деп өткізетін болсақ 12, осыдан y тең 4 деген жауапты аламыз. Бізде А нұсқасында тұр екен. Екінші есепте пропорциямен көбейтеміз. Көбелек әдісін қолданамыз. 2,5 дегенді 1-ден 2-ден 5 деп жазып кетейік, чтобы бізге қысқартуға оңай болу үшін. X азайту 1-ге көбейтем. Ал 5,9-дан 1-ді 9-дан 50 деп жазам. Көбейту 7,5-тен 1-ді 5-тен 36 деп жазам. Енді мына 2-ден 5 дегенді 1-ден бөлу деп өткізетін болсақ, көбейту 5-тен 2 деп ауысады. Сонда мына 2-ден 5 деген жоқ болады алдында. Ары қарай тек қана бөлуді орындаймыз. Мына 5 пен 5-дің көбейтіндісі 25, 50 мен қысқартсақ, мына жақта 2 қалады. 36 мен 9-ды 9-ға қысқартамыз, мына жақта 4, мына жақта 1 қалады. Сонда алымында тек қана 2, 4, 2-нің көбейтіндісі 16-ға тең, яғни x азайту 1 тең 16 деген өрнек қалды. Осыдан x тең болады. 1-ді қосу деп өткізетін болсақ 17. Яғни бізде С жауабында тұр. Түсінікті, келесі есеп. 4 тас қалаушы жұмысты 9 күнде орындайды. Осындай өнімділікпен 6 тас қалаушы осы жұмысты неше күнде орындайды? Пропорция құрастырып аламыз. 4 тас қалаушы 9 күнде орындаса, осындай өнімділікті 6 тас қалаушы неше күнде орындайды? Осындай сұрақ. Енді бұл жерде тас қалаушылар саны артқан сайын, бізде сол жұмысты орындауға кететін уақыт азаяды. Яғни бұл жерде кері пропорция. Кері пропорцияны былай құрастырамыз. Бірінші бағанды қалай тұр, солай жазамыз. 4 алымында 6 бөлімінде тең. Екінші бағанды орын ауыстырып жазамыз. X-ті алымына шығарамыз, бөліміне 9-ды қоямыз. X-ті табу үшін 4 пен 9-ды көбейтіп 6-ға бөлеміз. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36, 6-ға бөлетін болсақ 6. Яғни бізде А жауабында тұр екен. Келесі 39-шы есепте 39 килограмм алмұрттан 10,5 килограмм кептірілген алмұрт шығады. Енді айтады, 14,7 килограмм кептірілген алмұрт, яғни кептірілген алмұрттың астында кептірілген алмұрттың массасын жазамыз. Бұл жерде 14,7 килограмм кептірілген алмұрт алу үшін қанша алмұрт керек дейді, яғни мына жақта X алмұрт. Енді егер кептірілген алмұрттардың массасы көбейетін болса, бізде, значит, ол алмұрттың да массасы көбейеді. Осыдан пропорциясын құрастырып аламыз. Тура пропорция, яғни тура пропорцияда бөлшекті мына жерде қалай тұр, солай жазамыз. 39 алымында x бөлімінде тұр, тең, мына жақта да 10,5 алымында 14,7 бөлімінде. Осыдан x-ті табамыз. X тең болады. X-ке қарама-қарсы тұрған сан 10,5 бөліміне жазылады. Қалған екеуі үстіне көбейтіліп жазылады. Тең болады 54,6-ға. Ол бізде бұл жауабында тұр екен. Жүк тасымалдау үшін сыйымдылығы 9 тонна болатын 16 машина керек. Яғни 9 тонна сыйымдылығы 16 машина керек екен. Ал енді осы жүкті тасымалдау үшін сыйымдылығы 12 тонна болса, қанша машина кетеді дейді. Міне. Енді қарайық. Егер сыйымдылық саны артатын болса, яғни көптеу жүк кететін болса, бір машинаға бізге 16 машина емес, одан да аз машина кетеді. Демек, бізде не шықты? Кері пропорция шықты. Кері пропорцияның пропорциясын былай құрастырамыз. Бірінші бағанды өзі бойынша жазамыз, 9 үстінде 12 астында, ал екінші бағанды орын ауыстырып жазамыз. Яғни x-ті алымына жазамыз, 16-ның бөліміне жазамыз. Осыдан x-ті табу үшін 16 мен 9-ды көбейтіп 12-ке бөлеміз. 16 мен 9-ды 4-ке қысқартатын болсақ, 3 мына жақта 4, 9 мен 3-ті қысқартатын мына жақта 3 қалады. Демек 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең, Б жауабында тұр екен. Түсінікті, егер сұрақтар болса, бірден чатқа жазып отырайық. Ол жерде міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Келесі 6-шы есеп. Жаңа үйдегі сырлау жұмысын 18 жұмысшы 20 күнде бітірді. Яғни 18 жұмысшы 20 күнде бітірді. Осындай өнімділікпен сырлау жұмысын 20 жұмысшы неше күнде бітіреді дейді. Яғни жұмысшылар саны артқан сайын, жұмысты орындау күні бізде азаяды, уақыты. Бұл жерде кері пропорция. Яғни 20-дан 18 тең болады 20-дан x-ке. Егер бөлшектің бөлімдері тең болса, алымдары да тең болады деген жай бөлшектің негізі қасиеті бар. Осыдан x тең 18 деген жауапты аламыз. Ол бізде А нұсқасында тұр.
Келесі 7-ші есепте. Ұшақ 1200 км жолды 1,2 сағат ұшады. Яғни 1200 км жолды 1,2 сағатта ұшады. Ұшақ жылдамдығын сақтай отырып, 2,2 сағатта дейді. Яғни сағаттың астына сағатты жазамыз. Қандай қашықтыққа барады дейді. Енді бұл жерде уақыт саны артатын болса, демек оның баратын қашықтығы да артады. Демек бізде тура пропорция. 1200-дің x-ке қатынасы тең болады 1,2-ның 2,2-ге қатынасы. Осыдан x-ті таба қоямыз. 1,2 астына жазылады. 1200 бен 2,2-ні көбейтіп алымына жазамыз. 1200 бен 1,2-ні қысқартатын болсақ, мына жақта 1000 болады. 1000-ды 2,2-ге көбейтсек 2200 км деген жауапты аламыз. Ол бізде Б нұсқасында тұр екен. Келесі. Диірменде 5 сағатта 60 тонна бидай тартылды дейді. Яғни 5 сағатта 60 тонна бидай тартылды. Осындай жұмыс өнімділігімен 12 сағатта қанша тонна бидай тартуға болады дейді. Сағаттың астына сағатты жазамыз. Тонна бізге белгісіз. Яғни сағат артқан сайын бізде массада артады. Демек, тура пропорция. 5-тің 12-ке қатынасы тең болады 60-тың x-ке қатынасына. Осыдан x-ті табу үшін 12 мен 60-ты көбейтіп 5-ке бөлеміз. 60 пен 5-ті қысқартамыз 12 болады. 12 мен 12-ні көбейтінісі 144-ке тең екен. Бұл бізде С нұсқасында тұр. Келесі. Жаяу адам 3,6 км сағат жылдамдықпен қозғала отырып, 3,6 км сағатпен қозғала отырып, 2,5 сағат жол жүреді. Енді 4,5 км сағат жылдамдықпен дейді. Міне, сағат жылдамдықпен жүргенде осы жолға қанша уақыт жібереді дейді, яғни x. Енді қараймыз, жылдамдық артатын болса, бізде уақыт азаяды. Бізде кері пропорция. Кері пропорциян 3,6-ның 4,5-ке қатынасы тең x-тің 2,5-ке қатынасы деп аламыз. Осыдан x-ті табу үшін 4,5 бөліміне жазылады. 3,6 көбейту 2,5 алымына жазылады. Ары қарай қысқартуды орындаймыз. Мысалы, 3,6 мен 4,5-ті 9-ға қысқартатын болсақ, мына жерде 0,4, мына жерде 0,5 болады. 2,5 пен 0,5-ті қысқартатын болсақ, мына жақта 5 болады. Демек, 0,4 пен 5-тің көбейтіндісі 2-ге тең бізде Б нұсқасында тұр. Құрмасы бар 10 самса дайындау үшін қамыр илеуге 400 грамм ұн, 25 грамм қант, яғни осы сияқты продукт кетеді. Ал пісіру үшін 350 грамм құрма, 70 грамм май деген сияқты осындай продукты кетеді дейді. Енді 50 құрмасы бар самса дайындау үшін қанша ұн, қант, маргарин деген осындай продукты кетеді деп сұрап тұр. Бізде 10 самса үшін осындай продукты кетсе, 50 самса үшін біз қанша продукты кететін табу үшін, мына 10 самсаға кететін продукты 5-ке еселесек жеткілікті. Енді бұл жерде бір ескеретін нәрсе, мына жерде 400 грамм ұн ол қамыр илеу үшін, және 5 грамм ұн мына жерде пісіру үшін кетеді дейді. Сонда 405 грамм ұн бізге кетеді 10 самса үшін. Енді 50 самсаны мен есептеу үшін оны 5-ке көбейте салам. Сонда 2025 грамм ұн кетеді. 2025 деген бізде А және С варианттарында тұр. Б мен Д-ны біз өшіріп тастаймыз. Ары қарай 25 грамм қантты есептейміз. 25-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 125 бұл бізде қант. Екінші бізде 125 тұру керек. Демек, тек А нұсқасында ғана екінші бізде 125 тұр. Демек, С нұсқасы сәйкес келмейді дегенсіз. Дальше ары қарай бәрін есептеп отырудың қажеті жоқ. Уақытты үнемдейміз. 11-ші есеп. Бір порция дойна салатын дайындау үшін осындай продукт қажет. 30 порция дайындау үшін қанша продукт қажет деген сияқты. Бір порцияға осындай продукт кететін болса, 30 порцияның продуктысын табу үшін бәрін 30-ға еселейміз. Яғни бір қиярды 30-ға көбейтетін болсам, ол 30 шығады. Яғни 30 деген нұсқа тек қана Б нұсқасында тұр. Демек, жауап Б екен. Бірден осылай белгілеуге болады. Егер уақыт болып өзіміз үйде орындап жатқан болсақ, онда әрқайсысын жеке-жеке есептеп анықтауға болады. Түсінікті, келесі 12-ші есеп. 12-ші есепте амалдардың орындалу реттілігімен орындаймыз. Яғни ең бірінші болып 2-ден азайтамыз 9-дан 1-ді. 2-ні 1,9-дан 9 деп аламыз. Одан 9-дан 1-ді азайтатын болсақ, 1,9-дан 8 болады. 1,9-дан 8-ге мынаны қосамыз. Ол 3-тен 4 дегеніміз 1,3-тен 1. Соны қосамыз 1,3-тен 1. Ортақ бөлім келтіретін болсақ, 3 мына жаққа. Сонда 1,9-дан 8 плюс 1,9-дан 3. Қосатын болсақ, 2,9-дан 11. Ал 2,9-дан 11 ол бізде 3,9-дан 2-ге тең. Міне, яғни бірінші жақшадан бізден осы шықты. Екінші жақшаны есептейміз. 5-тен 3 плюс 3-тен 2
азайту 15-тен 1. Бірден бәрін орындап кете салайық, осы жерден. Ортақ бөлім 15-тен болады, мына жерге 3-тен, мына жерге 5-тен, мына жерге 1-ден. Сонда 15 бөлімінде 9 қосу 10, азайту 1. 15-тен 18. 3-ке қысқартатын болсақ, 5-тен 6. Ол бізде 1,5-тен 1. Яғни екінші жақшадан бізден осы шықты. Минус 9-дан 2-ке 1-ді қосу үшін бізде үлкені 1 болып тұр ғой. Демек 1-ден мен азайтам 9-дан 2. Солай орнын ауыстыруға болады. 1 азайту 9-дан 2. Азайту үшін мен 1-ді 9-дан 9 деп аламын. Азайту 9-дан 2. Осыдан 9-дан 7 шығады. И одан азайтамын 3-тен 5-ті. Міне, 3-тен 5. Ортақ бөлім 9-дан беретін болсақ, мына жаққа 3-тен келеді. Сонда 9, 7 азайту 15 тең болады минус 9-дан 8-ге. Екінші жақшадан мынау, үшінші жақшадан мынау шықты. Арғарай тек азайтып қосу ғана қалды. Сонда мына жерге жазам. 3,9-дан 2 азайтамын 1,5-тен 1-ді. Бірінші осыны орындап алайық. Ортақ бөлім 45-тен, мына жаққа 5, мына жаққа 9-дан береміз. Сонда 3,45-тен 10 азайту 1,45-тен 9. Сонда болады 2,45-тен 1. Енді 2,45-тен 1-ден мен үшінші жақшаны қосу керекпін, бірақ менде минус 9-дан 8 шықты, сол үшін азайтам 9-дан 8 тең. Мына жерде 1,45-тен 46 деп алам, өйткені қазір ортақ бөлім берген кезде 1-ден азайтылмай қалады. Мына жаққа 5. Сонда минус 45-тен 40 болады 1,45-тен 6. 45 пен 6-ын 3-ке қысқартамын. Сонда мына жақта 15, мына жақта 2 қалады. 1,15-тен 2 деген жауапты алады екенбіз. Бұл бізде А нұсқасында тұр. Түсінікті? Осындай асықпай рет-ретімен арифметикалық амалдардың орындаулы реттілігімен шығарамыз. 13-ші есепте теңдеуді шешіңіз дейді. Мынадай теңдеулерді шығаруда варианттардың орнына қойып, x-тің мәндерін қойып, мысалы x-тің орнына 3-ті қойып, 7-ні қойып есептеп көрген кезде, егер 5-тен мына нәрсені азайтқанда 2 шығатын болса, онда сол вариант дұрыс болады. Бұндай теңдеулерді шығаруда ең ішкі жақшасын ашып бастаймыз. Сонда 5 азайту 3, x азайту 2, x азайту деп мына жерге дейін жазып алдым. Минус 2-ін x-қа көбейтетін болсақ, минус 2x болады. Минус 2-ін минус 2-ге көбейтсек, плюс 4 болады. Міне. Ең алдымен мен бір жақшаны не істедім? Жойдым, иә? Арғарай ықшамдаймыз. 5 азайту 3, x азайту 2. Мынаның ішінде x-тен 2x-ті азайтсақ, минус x болады, плюс 4. Тен 2-ге. Енді мына жердегі жақшаны ашам. Сонда 5 азайту 3, x минус 2-ін минус x-қа көбейтсек, плюс 2x, минус 2-ін 4-ге көбейтсек, минус 8. Мына тен 2-ге. 5 азайтылған 3, x пен 2x-ті қоссақ, 3x минус 8 болады, тен 2-ге. Енді мына жерден жақшаны ашамыз. 5 азайту 9x плюс 24, тен 2-ге. Осыдан минус 9x болады. Мынау 5 пен 24-тің қосындысы 29, минус деп өткізетін болсақ, минус 27. Осыдан x-тен 3-ке деген жауапты алады екенбіз. А нұсқасында тұр. Келесі 14-ші есеп. Жақшаларды ашамыз. 2x азайту 3 плюс 2x минус 2. Әрқайсын жеке-жеке көбейтіп ашып жатырмын. Тең мына жақта да солай көбейтіп ашам әрқайсын. Сонда 4x азайту 4, азайту 7. Ықшамдаймыз. 2x-қа 2x-ті қоссақ 4x минус 5. Тең болады 4x минус 11. X-терді жинақтаймыз бір жаққа. X-і жоқтарды екінші жаққа жинақтаймыз теңдіктің оң жақ бөлігіне. 4x-тен 4x азайтсақ 0 көбейту x болады да, тен минус 11-ге 5-ті қоссақ минус 6 болады. Ал енді осы жерде айтатын нәрсе, егер мына жерге x-тің орнына кез келген сан қоятын болсақ, бізде 0 шығу керек, иә? Ешқандай бір санды 0-ге көбейткен кезде минус 6 шықпайды. Сол үшін шешімі жоқ. Келесі 15-ші есеп. Арақашықтығы 18 километрге тең А пунктінен Б пунктіне қарай жаяу жолаушы шығады. Оның артынан 2 сағаттан кейін әр сағат сайын жаяу жолаушыға қарағанда 4,5 километрге артық жол жүретін велосипедші шығады. Егер Б пунктіне жаяу жолаушы мен велосипедші бір уақытта жеткені белгілі болса, онда велосипедшінің жылдамдығын табу керек дейді. Бұл есепте теңдеулер құрастыру арқылы егер түсінбейтін болсақ, шығара алмайтын болсақ, түсінген жағдайдың өзінде ол өте ұзақ болып кетеді, сол үшін варианттермен тексерген дұрыс. Бұл жерде біз вариантпен тексеріп көреміз. Егер біз негізі тура жауабы ол С, 9 километр. Оны қалай тексереміз? Яғни мына бастапқы 18 километрді бөлеміз 9-ға. Бізде не шығады? 2 шығады, 2 сағат. Ал енді дәл осы ара қашықтықты 4,5-ке бөлетін болсақ, 4 шығады. Демек 2 сағаттан кейін деп тұрған, мынау деген бізде екеуінің несі?
екеуінің жүрген уақытының айырмашылығы, яғни 2-ге тең болып тұр. Демек, осы вариант дұрыс деген мағына береді. 16-шы есеп. 1,5 сағатта мотоцикл барлық жолдың 40%-ын жүрді дейді. Яғни 40% дегеніміз, ол бізде бөлшекті айналдырсақ 0,4. Яғни 40%-ын жүрген кезде 1,5 сағатта 0,4-ін жүретін болса, оның жылдамдығы өзгермесе, ол жолдың 3/1 бөлігін дейді. Яғни 3/1-ін қанша уақытта жүреді дейді. Ол бізде тура пропорция. X-ті табу үшін қазір 3,1-ді көбейтемін 1,5-ге. 1,5 деген сол 2-ден 3 деп алуға болады. Көбейту, мұна 0,4 дегенді бөлшек түрінде 10-нан 4 деп, сосын қысқартып 5-тен 2 деп алуға болады. Бірақ ол бөлу болған үшін көбейту 2-ден 5 деп орны ауысады. Енді қысқартуды орындаймыз. 3 пен 3-ті қысқартамыз. Сонда не қалды? Бөлімінде 4, алымында 5. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 1,125-ге тең. Ол Б нұсқасында тұр. Жұмысты 3 жұмысшы 5 күнде орындайды. Жұмысшылар саны 2-ге арттырылғаннан кейін, осы жұмысты олар қанша күнде орындайтын табыңыз. 2-ге арттырды деген сөз 3 жұмысшыға, яғни 2 жұмысшы қостық деген мағына береді. Яғни 5 жұмысшы болады. Сонда неше күнде орындайды дейді. Міне, жұмысшылар саны артады, жұмысты орындау уақыты кемейді, яғни кері пропорция. 3-тің 5-ке қатынасы тең болады X-тің 5-ке қатынасына. Бөлшектің бөлімдері тең болса, алымы да тең деген сөз, яғни X 3-ке тең. Жауап 3 күнде. Келесі 18-ші есеп. Периметр қабырғалары 18 см және 24 см болатын тік төртбұрыштың периметрінен 3 есе кем шаршының ауданын табыңыз дейді. Бізге берілген мынадай тік төртбұрыш. Осы тік төртбұрыштың қабырғалары мына 18 см, мына 24 см дейді. Сөйтеді, мына жақта екінші фигурамыз ол шаршы тұрады. Енді айтады, мынаның периметрін табайық дейді. Бірінші мынаның периметрін табайық. Так, 2, 24 плюс 18 периметр, яғни қабырғасын қосып 2 еселейміз. 2-ін 42-ге көбейтсе 84 шығады. Периметрі табылды. Енді осыны периметрінен 3 есе кем дейді. 3 есе кем. Периметрінен 3 есе кем деп тұрса, біз 84-ті не істейміз? 3-ке бөлеміз. Бөлетін болсақ, 28 шығады. Мына шаршының периметрі 28-ге тең екен. Енді осы периметрі 28-ге тең болса, осы шаршының ауданын табыңдар деп жатыр бізге. Есептің шарты бойынша. Енді шаршының периметрінің формуласы бізде 4А, яғни қабырғасын 4 еселесек, периметр шығады. Сондықтан 28-ді 4-ке бөлсем, менде қабырғасы шығады. 28-ді 4-ке бөлем, ол 7-ге тең. Яғни мынаның қабырғасы 7-ге тең болып тұр. Ал енді аудан табу үшін 7-ні квадраттай саламыз. Сонда 49 см квадрат деген жауапты аламыз. 19-ші есепте масштабы мынадай болатын картада көрсетілген екі қаланың арақашықтығы 10 см. Масштабы мынадай болатын екі қаланың арақашықтығы неге тең дейді. Енді 1 бөлу 4500 деп тұрсақ, демек ол нәрсе картада шынымен де жер бетіндегі өлшемінің 4,5 есе кішірейтіп салынды дегенді білдіреді. Сол үшін мен қазір 10-ды 4,5-ға көбейтетін болсам, менде шынымен де жер бетіндегісінің өлшемі шығады. Сонда 45.000 сантиметр. Ал енді шынымен де жер бетінде 45.000 сантиметр болатын екі қаланың арасын, ол картада 1 бөлу 125.000 масштабымен салатын болса, онда сол картадағы сызбаның өлшемі қандай дейді. Ол үшін мен аламда 45.000-ды бөлемін 125.000-ға. Міне. 3 нөлдерін қысқарт тастаймыз. 45 пен 125-ті 5-ке қысқартатын болсақ, мына жақта 25, мына жақта 9 қалады. Сонда 25-тен 9, 10-дық бөлшекке айналдыратын болсақ, мынаны 4-ке көбейтуіміз керек алымын және бөлімін. Сонда 100-ден 36 болады да, оны 10,136 деп жазуға болады. Яғни А нұсқасында тұр. Ұзындығы 2,5 см болатын картада кесіндіге жер бетіндегі 100 км сәйкес келеді. Картада екі қаланың арақашықтығы 8 см болса, осы екі қаланың арақашықтығы қандай дейді. Бұл жерде пропорция құрастыра саламыз. 2,5 см-ге 100 км сәйкес келсе дейді, 8 см-ге қанша қашықтық сәйкес келеді деп тұр. Осындай сұрақ. Бұл бізде тура пропорция, яғни 2,5-тің 8-ге қатынасы тең 100-дің x-ке қатынасы. Осыдан x-ті табамыз. X-тен 8-ді көбейтем 100-ге, бөлемін 2,5-ге. Мынаны 1000 деп алып, мынаны 25 деп алуға болады. Сонда 1000 мен 25-ті қысқартатын болсақ, мына жақта 40 қалады. 8 бен 40-тың көбейтіндісі 320 шығады. Ол бізде А нұсқасында тұр екен.
Түсінікті, келесі. Бөлменің өлшемдері 30 метр және 24 метр. Сызбадағы кіші қабырға, яғни біз салып алайық бірінші. Мына бөлменің өлшемі бізге берілген, яғни ені 24, ұзындығы 30 метр екен. Міне. Сызбадағы кіші қабырға 6 сантиметр. Дәл осы нәрсені сызбаға былай салады. Былай салады. Сөйтіп, кіші қабырға 6 сантиметрге сәйкес келеді, бізде үлкен қабырғасын беретін кесіндінің ұзындығын табыңыз дейді, және картаның масштабын табыңыз деп жатыр. Яғни жер бетіндегі мынадай өлшемдегі нәрсе, ол картаға қандай масштабпен салынды деп тұр. Түсінікті, шарты. Ал енді не істейміз? Яғни мына 24 метрге 6 сантиметр сәйкес кеп тұрса, бірінші 24 метрді сантиметрге айналдырам. 100-ге көпейтетін болсам 2400 болады. И соны 6-ға бөлетін болсам 400 деген, яғни бұл 400 есе кішірейтіліп салынды дегенді береді. Яғни масштаб 1/400 деген мағына. Бұл бізде А және Б нұсқаларында тұр, С мен Д болмайды деген сөз. Ал енді біз мына X-ті табу керекпіз. Егер 1/400 масштабымен берілсе, демек мына 30 метр деген сызбада қалай салынып тұр деген мағына да ғой. Демек 30 метрді мен айналдырып алам. Сантиметрге 3000 сантиметр болады. И 3000 сантиметрді бөлемін 400-ге. Міне бөлу 400 болады. Сонда 7,5 сантиметр шығады екен. Бізде Б нұсқасында тұр. Ең үлкен екі таңбалы сан ол 99. Ең кіші екі таңбалы сан ол 10. Ең кіші үш таңбалы сан ол 1000. Ең үлкен үш таңбалы сан ол 999. Осы сандарды өзара қосып, нәтижесін 8-ге бөлгенде шығатын сан дейді. Яғни мына сандарды қосатын болсақ 1208 шығады. 1208-ді 8-ге бөлеміз, 151 шығады. Ол бізде Д нұсқа. Келесі. Аралығы 60 км болатын бір пункттен екінші пунктке сал 24 сағат жүреді. Өзен ағысымен қозғалған катер 4,7 сағат жүзеді. Катердің меншікті жылдамдығын табыңыз дейді. Бұл жерде сал дегеніміз, салдың жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығы екеуі тең. Сол үшін ағыстың жылдамдығын табу үшін мен қашықтықты уақытқа бөлемін. Қашықтық менде 60, ал уақыт 24 сағат мені. Бөлетін болсам 2,5 км сағат шығады, яғни ағыстың жылдамдығы шығады. Ары қарай, ағыспен қозғалған катер дегеннен кейін, егер ағыспен бірге қозғалатын болсам, бұл жерде қашықтықты табу үшін ағыспен катердің жылдамдығы екеуі қосылады. Катердің жылдамдығына ағыстың жылдамдығын қосамыз да, и уақытқа көбейтеміз. Ол кезде катердің жылдамдығы бізге белгісіз, былай болады. Катердің жылдамдығы белгісіз, оған қосамын ағыстың жылдамдығы 2,5 болды. И соны 4,7 сағатқа көбейтем. Бірден бұрыс бөлшекке айналдыра салайын, 7-ден 30 болады. Оны мен не істеймін? Ара қашықтық 60-қа теңестіріп алам. 60-қа тең. Ары қарай, катердің жылдамдығы, яғни біз катердің жылдамдығын табу керекпіз. Катердің жылдамдығына 2,5-ті қосып, мен мынаны қазір бөлу деп өткізіп жіберем бері қарай. Сонда 60 көбейту 30-дан 7 болады. 60 мен 30-ды қысқартатын болсам, мына жерде 14 деген жауапты алам. Осыдан катердің жылдамдығын табу үшін 14-тен 2,5-ті азайта салсақ жеткілікті екен. Сонда 11,5 деген жауапты аламыз. А нұсқасы. 24-ші есеп. Ауданы 36 пи сантиметр квадрат болатын дөңгелекті шектейтін шеңбердің ұзындығын табыңыз дейді. Аудан 36 пиге тең болса, онда ұзындықты тап деп тұр. Енді аудан бізде πr квадрат, осы πr квадратты 36 пиге теңестіреміз. Пи мен пиді қысқартатын болсам, енді радиустың квадраты 36-ға тең, яғни қандай санның квадраты 36, ол бізде 6, яғни радиус 6-ға тең. Ұзындықты табу формуласы 2πr, осы жерге орнына r-дің орнына қоя саламыз. R бізде радиус 6-ға тең болды. Демек 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12, пиді тіркеп жазып қоямыз, бізде Д нұсқасында тұр. Мына осылай тиімді әдістерді қолданамыз. 25-ші есеп. X y плюс x-тен 15 дегеннен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. X-ті жақшаның ішінде y плюс 1 деген мәнді аламыз, тең 15-ке. Ал есептің шарты бойынша y плюс 1 дегеніміз ол 3-ке тең. Содан мына жерге әкеп 3-ті қоя саламыз. X көбейту 3-тен 15, x-ті табу үшін 15-ті 3-ке бөлем 5. Ол бізде Б нұсқасында тұр. Келесі 26-ші есеп. Мынадай қос теңсіздіктер берілген, онда x пен y қай аралықта жатыр дейді. Бұл өте оп-оңай есеп. Мүшелеп көбейтуді орындай саламыз. 3 пен 5-ті көбейтсек 15 шығады. Ортада x, y, және де 6 мен 7-ның көбейтіндісі 42 болады. Бұл бізде А нұсқасында тұр.
27-ші есеп теңсіздікті орындаңыз. Мынадай берілген теңсіздіктерде алымын және бөлімін жеке-жеке есептеп алуымыз керек. Яғни 6 азайту 4х үлкен 0-ден, x плюс 0,5 үлкен 0-ден деп аламыз. Осыдан минус 4х үлкен болады минус 6-дан, x кіші болады 1,5-ден. Мына жерде x-тің алдына теріс сан болған үшін теңсіздік белгісі өзгереді. Ал мына жерден x үлкен минус 0,5. Яғни екеуін бір координаталық сәулеге саламыз. Нүкте боялмайды екеуінде де. Минус 0,5, мына жақта 1,5. Бірінші теңсіздік x кіші болса 1,5-ден артқа қарай кетеді. Егер x-іміз үлкен болса 0,5-ден плюс шексіздікке қарай кетеді. Екеуінің қиылысқан аралығы жауабы ретінде аламыз. Сонда минус 0,5-ден 1,5-ге дейінгі аралық Б нұсқасында тұр. 28-ші есеп. X-тің қандай мәнінде теңсіздік дұрыс болады? Яғни бөлшек түрінде берілген теңсіздіктерде міндетті түрде ортақ бөлімге келтіріп, толықтауыш көбейткішті табамыз да, толықтауыш көбейткішке алымдарын көбейтіп, бөлімдерін тастап кетеміз. Ең тиімді варианты сол. 6, 3, 2-ның ең кіші ортақ еселігі 6-ға тең, сонда мына жаққа 1-ден, мынаған 2-ден, мынадан 3-ден, мынаған 6-дан береміз. Ал енді көбейтуді орындаймыз. Сонда 5x минус 6x плюс 2 плюс 6x минус 3 кіші 6-дан. 6x пен 6x екеуі жойылып кетеді, себебі екеуінің қосындысы 0-ге тең, қарама-қарсы таңба болған үшін. Ал енді қалған жазамыз. 5x плюс 2 минус 3 минус 1-ді береді, кіші 6-дан. Сонда 5x кіші минус 1-ді плюс деп өткізсек 7 болады. X-ті табу үшін 7-ні 5-ге бөле саламыз. Міне Б нұсқасы. 29-ші есеп. Шеңбердің ұзындығы 5,4 пи сантиметр, яғни ұзындығы 5,4 пиге тең. Осы шеңбермен шектелген дөңгелектің ауданы табыңыз дейді. Дөңгелектің ауданы πr квадрат, осын табу керекпіз. Енді ұзындықтың формуласы 2πr, осы бізде 5,4 пиге тең. Осыдан пи бен пи қысқарып кетеді, 2 мен 5,4 қысқарып кетеді, радиусы 2,7-ге тең деген жауапты аламыз. Сол радиусты апар, мына жерге радиустың орнына қоямыз, сонда ауданды табуға болады. Пи көбейту 2,7-ның квадраты. 2,7-ның квадратты айтын болсақ, 7,129 пи сантиметр квадрат. Б жауабы дұрыс. Қорапқа 48 үлкен шар немесе 78 кішкене шар салуға болады. Яғни қораптың бізде көлемі В деп алатын болсақ, және де үлкен шарларды X деп алатын болсақ, мына үлкен шар X, ал Y-ті кішкене шар деп алатын болсақ, яғни бір коробкаға көлеміне 48 үлкен шар кетеді, немесе бір коробкаға 78 кішкене шар кетеді деп айтып тұр. Енді егер осы қорапқа 32 үлкен шар салынса, 32 үлкен шар салынады, дәл осы қорапқа, қалған бос орнына қанша кішкене шар салуға болады деген осындай сұрақ қойып тұр. Оны қалай табамыз? Демек, мына екеуі көлемдері бірдей болғанда 48 үлкен шармен 78 кіші шар салуға болатын болса, онда 48x-ті 78y-ге теңестіреміз. Осыдан x-тің y-ге қатынасын табу үшін біз 78-ді 48-ге бөлеміз. Қысқартатын болсақ, 3-тен 13 деген жауапты аламыз. Осы жерден x-ті табу үшін 13 бөлу 8 көбейту y. Мына y-ті көбейту деп өткізіп жібереміз бері қарай. Енді не істейміз? Бізде осы үлкен қораптың көлеміне 32 үлкен шар салынып қойған. Енді қалған бос орынға біз мына кіші шарды қанша екенін білу үшін, яғни бізде 48 үлкен шар кетті ғой. 48 үлкен шар кететін жерде мен 32 үлкен шарды азайтатын болсам, ол жерде 16 үлкен шардың орны қалады. 16 үлкен шардың орны қалады. Енді 16 үлкен шардың орны қалатын болса, енді қалғанның осы 16 үлкен шар кететін жерге қанша кішкене шар кететінін табу үшін мен 16x-ті y-ге қатынасын табамын. Осы жерден орнына қоям. 16 көбейту x-іміз бізде мынаған тең, 13 бөлу 8 көбейту y бөлімінде y тең, ары қарай y пен y-ті қысқартам. 16 мен 8-ді қысқартам, мына жерде 2 мен 13-ді көбейтсек 26. Яғни 26 кішкене шар салуға болады екен. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбесек, қайтадан осы видеоны қайталап артқа жіберіп қарап шығайық. Келесі.
Модулі бар теңдеуді шешіңіз дейді. Модульді ашамыз. 2x минус 3-тен x плюс 2-ге. Осыдан x-ті минус деп өткізетін болсақ x болады. Минус 3-ті плюс деп өткізетін болсақ 5 болады. Есептің жауабы D. 32-ші есеп. 24 спортшы дөңгелек үстелді айналы бір-бірінен бірде қашықтықта отыр. Олар отырған орындары бойынша 1-ден 24-ке дейін номерленген. 11-ші спортшыға қарсы отырған спортшының номерін табыңыз дейді. Так, бұл жерде 24 спортшыны мен 2-ке бөлетін болсам, бір-біріне қарап отырған 12 жұп спортшы бар екені шығады. Ал енді 12-ке мен 11-ді қосатын болсам, онда 23, яғни 11-ші спортшыға қарсы отырған спортшының номері шығады екен. Ол бізде А нұсқасы. Келесі, заңдылықты анықтаңыз, x-тің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде заңдылық, бірінші санды квадраттаймыз, 3-тің квадраты, яғни 9 ғой, келесі 2 санның қосындысына тең, яғни 4 пен 5-тің қосындысы. Келесі, 4-тің квадраты тең, 4-тің квадраты 16 ғой, демек 5 пен 11-дің көбейтіндісі 16, я? Міне, осындай заңдылық. Келесі санды табу үшін, мен 11-дің квадраты, ол бізде 121, я? 121 шығу үшін мен 14-ке x-ті қосу керекпін. Яғни 14-ке 107-ні қоссақ 121 шығады. А нұсқасы дұрыс. Келесі. Суреттегі дөңгелектің ауданы мен тіктөртбұрыштың ауданы тең. Дөңгелектің ауданы 28 см квадрат болса, боялған бөліктің ауданы қанша? Яғни мына дөңгелектің 4-тен 1 бөлігі боялмай тұр. Тура сол сияқты, мына берілген төртбұрыштың да 4-тен 1 бөлігі боялмай тұр деген мағынаны береді. Оны қалай табамыз? Дөңгелектің ауданы 28 болған үшін 28-ді 4-ке бөлемін. 7-ге тең, яғни мына жер 7-ге тең деген сөз. Енді общий 28-ден осы 7-ні азайтатын болсам, 21 шығады, ол 21 тіктөртбұрыштың боялған бөлігінің ауданы. Міне. Түсінікті? Келесі 35-ші. Сыныпта 37 оқушы бар, олардың 20-сы вокалға, 15-і биге және 7-і екі үйірмеге де қатысады. Бұндай есептерді Эйлер-Вен дөңгелегі арқылы шығарамыз. Мынау бізде вокал болсын, мынау би болсын. Вокалға және екеуіне де баратыны бізде 7-і екеуінің қиылысқан жеріне 7 деп жазып қоямыз. Ал енді вокалға жалпы 20 ғой, мына жерге 7-ін кеткізетін болсақ, 20-дан 7-ні азайтып, мына жерге 13 деп жазамыз. Ал биге жалпы 15 қой, мына жерге 7 болып қойса, онда қалғаны 8. Яғни осы сандарды қосып шығатын болсақ, жалпы үйірмеге қатысатын оқушылар саны шығады. 28 оқушы қатысатын оқушы. Ал енді бұл сыныпта екі үйірмеге де қатыспайтын оқушылар саны қанша дейді. Ол үшін барлық оқушыдан қатысатын оқушылар санын азайтамыз, сонда мүлде екеуіне де қатыспайтын оқушылар саны шығады екен. Ол А нұсқасы. Келесі 36-ші есеп. Қонақтардың 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 17-сы айран ішті, 7 қонақ қымызда, шұбатта, 4 қонақ қымызда, айранда ішті. Так, ал 2 қонақ қымызда, шұбатта, айранда ішті, әрбір қонақ аталған 3 сусынның кемінде біреуін ішті, тек қана қымыз ішкен қонақтар саны тап дейді. Так, бұл жерде қымызға қатысты ғана сандарды аламыз. Бұл жерде 16 қымыз, 7 қонақ қымыз, мына жақта 4 қонақ қымыз, одан кейін 2 қонақ қымызда, шұбатта ішті деген сияқты тұр. Енді осы сандарды ғана қолданамыз. Яғни қымыз ішкендер санынан біз азайт тастаймыз. 2 қымыз бен шұбат және қымыз бен айран ішкендердің санын азайтамыз. 7 азайту 4. Үшеуін те ішкен деп тұр ғой, екеуі. Сол үшін оған 2-ні қосамыз. Сонда не шығады? 16-дан 7-ні азайтсақ 9, 9-дан 4-ті азайтсақ 5, 5-ге 2-ні қоссақ 7. Демек тек қымыз ішкендер саны ол 7 екен. 37-ші есеп. Уақыт 17:30-да сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрыш қаншаға тең болады дейді. Сағаттық тіл мен минуттық тіл арасында бұрышты табу үшін мына формуланы қолданамыз. 60s азайту 11m бөлу 2. Бұл жердегі s дегеніміз сағат, ал m дегеніміз минут көрсеткіші. Міне, осын орнына қоямыз. Альфа тең 60 көбейту, мына 17 сағат дегенді мен 5 сағат 30 минут деп алуыма болады. Өйткені сағатта 5 сағатты көрсетеді, 17 деген сағат жоқ. Сондықтан мына жерге 5 деп жазам, азайту 11 көбейту минутқа мен 30 деп жазам, бөлу 2-ге. 60 пен 5-тің көбейтіндісі 300, азайту 11 мен 30-ды көбейтсе 330 бөлу 2. 300-ден 330 азайтсақ минус 30 болады да, модульден 30 шығады. 30-ды 2-ге бөлеміз, 15 градус бізде С нұсқасында тұр. Келесі,
Бақылау жұмысындағы 20 сұрақтың әрбір дұрыс жауабына 7 ұпай қосылып, әр қателігіне 2 ұпайдан кемітіліп, ал жауап бермеген сұрақтарға 0 ұпай беріледі. Дана 87 ұпай жинады, неше сұраққа жауап берген жөн. Мынандай есеп шығарған кезде біз осы варианттармен қойып тексеруге болады. Дұрыс жауабы 5. Енді қараймыз. Егер 5 сұраққа жауап берген жоқ болса, жауап бермеген болса, онда 15 сұраққа ол жауап берген. Сұраққа жауап берген. Енді оны қалай есептейміз? 13 сұрақты мен 7-ге көбейтетін болсам, 13 сұраққа дұрыс жауап берді деп есептейік, 13-ті мен 7-ге көбейтетін болсам, 91 шығады. Ал енді қалған екеуіне 2 ұпайдан азайтылатын болса, қате жауабына ол 4 ұпай, яғни 91-ден 4 азайтсақ, 87 ұпай деген шығып тұр. Демек, біздің таңдаған вариантымыз дұрыс деген сөз. Жауап С. Келесі. 2 оқушы кітап сатып алғысы келді, біреуіне кітапты сатып алуға 10 теңге жетпейді, ал екіншісіне 360 теңге жетпейді. Екеуі ақшасын қосса да, кітап алуға ақшалары жетпейді. Кітап қанша теңге тұрады дейді. Қараймыз. Сонда, бірінші балада вообще мүлде ақша жоқ, 0 теңге. Оған 360 теңге жетпей тұр. 360 теңге жетпейді. Ал екінші балада 360 теңге жетпесе, демек кітабымыз 360 теңге ғой. Оны варианттармен қойып тексеріп көруге болады. Ал енді екінші балада 350 теңге бар деп есептейік, ал оған не істейді? 10 теңге жетпейді. Енді мына шарты бар ғой, егер екеу ақшасын қосса да 350 шығып тұр, ал 350 бәрібір 360-ға жетпей тұр, демек біздің таңдаған вариантымыз дұрыс деген сөз. Түсінікті, Келесі. Асан, Үсен, Самат және Қанат бір санға сипаттама берді. Асан бұл сан 9-ға тең десе, Үсен бұл жай сан деп айтады. Самат бұл жұп сан десе, Қанат бұл сан 15 деп айтады. Сонда Асан мен Үсен және Самат пен Қанаттың біреуі ғана өтірік айтса, олар қай санды сипаттаған дейді. Яғни, Әсен мен Үсеннің бір айтқан тұжырымы дұрыс, біреуі қате, Самат пен Қанаттың біреуі қате деп тұр ғой. Сонда олар қай санды айтып тұр дейді. Ол бізде 2 саны. 15 саны емес, міне 15 саны деп айтатын болса, мына жақтағы жұп сан, жай сан 9-ға тең дегенге сәйкес келмейді. 3 қате болып кетеді. Бұл жерде 9 дегенде болмайды, өйткені жұп сан дегенге сәйкес келмейді, жай сан дегенге де сәйкес келмейді, және 15 деген санға да сәйкес келмейді. 4 сан алатын болсақ, бұл да дәл сондай, жұп сан дегенге сәйкес келеді, бірақ 9-ға тең, жай сан деген нәрселерге сәйкес келмейді. Тек қана 2 бұл жерде дұрыс жауабы болады. Міне, бұл видеодағы барлық 40 есеп түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, WhatsApp чатқа жазып отырамын. Бір түсініп, бір түсінбей жатқан болсақ, видеоны қайталап, қарап, видеоны асықпай қарап шығуға кеңес беремін. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.